Достар, сәлем. Бүгін сіздермен алма қосылған пирог рецептімен бөлісемін. Мінекей осындай жұп-жұмсақ, іші нәрлі, дәмі енді сөз жоқ. Бұндай пирог дастархандарыңызда тұрса, торттың еш қажеті жоқ. Сөзіме сеніңіздер. Сіздерге міндетті түрде осы рецептпен пісіруге кеңес беремін. Бір пісіріп көрсеңіздер, ғашық боласыздар. Ал бастайық. Ең бірінші ыдысқа 180 грамм еріген сары май мен 160 грамм қант салып, шым-шым тұз қосып, барлығын миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді бір-бірден жұмыртқа қосып, әрқайсысын 1-2 минуттай араластырамыз. Міндетті түрде жұмыртқаны бір-бірден ғана қосамыз. Сол кезде қамыр жұмсақ және үлпілдек болып шығады. Келесі алдын ала елеуіштен еленген ұнға қопсытқыш қосып, екеуін араластырып, сұйық массаға саламыз. Енді ұн жан-жаққа ұшып кетпес үшін бірінші жай ғана осылай араластырып, кейін шамамен 1 минуттай миксерлейміз. Мінекей біздің қамыр дайын болды. Енді бізге 3 жуылған алма керек. Менде осындай әртүрлі орташа алмалар. 2 алманы тазалап, видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Мінекей осындай орташа етіп турасақ жақсы. Ал бір алманы пирогтың бетін безендіруге қалдырамыз. Туралған алманы қамырға салып, барлығын араластырып аламыз. Енді форманы дайындаймыз. Менде 26 сантиметрлік форма. Мен астына пергамент төсеген жоқпын, жай ғана жан-жағына және астына да сары май жағып шықтым. Келесі жаңағы алма қосылған қамырды формаға құямыз және де бетін осылай тегістеп шығамыз. Жаңағы безендіруге алып қойған алманы тазалап, екіге бөліп, видеода көрсетілгендей жұқалап турап шығамыз. Мінекей осындай болу керек. Соңында осы туралған алманы пирогтың бетіне әдемілеп тіземіз. Енді қалған сары майды алманың бетіне жағып, кішкене қант сеуіп шығамыз. Пирогты алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіреміз. Мінекей достар, біздің пирог дайын. Дәмі деген енді керемет, өзі қандай әдемі, қамыры күшті көтерілген, сондай алманың иісі деген мұрынды жарып барады. Сіздерге осы пирогты 100% пісіріп көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Достар, менің видеомды қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк баса кетіңіздер, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Ал келесі кездескенше қош сау болыңыздар.